Құрметті оқырман, мен сіздерге Шерхан Мұртазаның «Жұлдыз көпір, қыл көпір» кітабынан үзінді оқып бермекшімін. Киім басы жүдеу болатын әкеңнің қалтасынан мына бір сақина табылған. Мә, бұда болса бір белгі шығар. Рысқұл жиен, Сібірде алтын қазық дегенге алтын сақина ма деп әркімге көрсетсем, алтын емес дейді. Мұны да маған беріңіз. Тұрар көзілдірген шығырлап қойып, сақинадан сиқырлы жазу бардай, сонда әкесінің сыры сақтаулы жатқандай, әрі-бері айналдырып қарады. Кәдімгі қара темір. Егеуі көшіп, көмескіленіп қалыпты. Тұрар көзілдірген нығырлап қойып, сақинада сиқырлы жазу бардай, сонда әкесінің сыры сақтаулы жатқандай, әрі-бері айналдырып қарады. Кәдімгі қара темір. Егеуі көшіп, көмескіленіп қалыпты. Тұрар сақинаны әппақ бәтес орамалға орап, қалтасына сала берді. Көкем маған мұраға қора-қора қой, үйір-үйір жылқы қалдырмады. Түп нағашы көкем маған мұраға тек есімін ғана қалдырды. Оның өзінен де айырылып қалып, қырғызбаев болып жүріп, Рысқұлов деген фамилияға әрең жеттім. Сондықтан мына қанжар мен сақина менде болсын. Қанжар қаталдық. Көкем маған жауыңа қатал бол деген шығар. Сақина татулық. Көкем маған досың адал, тату бол деген шығар. Менде жау да, дос та бар, түп нағашы. Шаман келсе, көкемнің қабіріне қарайлай жүр. Кейінірек келіп, басына біргі белгі қоярмын. Күмбез тұрғызбаймын, керегі жоқ, бәрібір мәңгілік емес. Сынатайдың күмбезі де құлап жатыр. Қош көке, қош түп нағашы. Оу Женшар, бірдеңе десеңші, деп ышқынып қалды Дәуіт шал күйме соңынан. Көп кешікпей жауап болады деген дауыс естілді күйме ішінен. Қос ат жеккен қара күйме қоңыраулы бебеулеп жолға шықты. Шеңгел қоңыраулары күйме қоңырауымен хош-хош айтысты. Сояу бұтадан зер қабық желбірейді. Ұлы жылан жылы еді. Рысқұлов Түркістан картасының алдында тұр. Карта ескі болатын, Кауфман заманынан бері ілулі тұрған. Бірақ бір өзгермесе, осы карта өзгермес еді. Біреу өлмесе, генерал-губернатор фон Кауфман өлместей еді. Бірақ бір құдайдан басқаның бәрі өзгермек деп абай айтқан. Заманы заңғырланып шыққан Кауфманда бұл картаның алдында талай тұрған. Енді Рысқұлов. Екеуінің арасы екі басқа. Россия империясының Орасан отарлық бөлігі сары бояумен боялған. Неге сары? Күні ыстық, ауасы құрғақ, жері қуаң болғандықтан ба? Бірақ мұнда жер көгеріп, жасыл желек жамылатын мезгіл болады. Каспийден бастап шығыстағы Тарбағатай, Қытай шекарасына дейін керіліп жатқан кең дүниеде сары реңді шөлмен басқа толып жатқан шұраттар бар. Бірақ карта бояуы сары. Халықтың сары уайыммен ащы запыраны шығар. 1867 жылы тұңғыш рет фон Гофман билік құра бастаған. Бұл өлкеге арал төңірегі Каспийден бері Түркістан, үстірт адайлары, Қарақалпақстан, Өзбек елі, Тәжікстан, Таулы Қырғыз, Байтақ Сырдария губерниясы, Жетісу губерниясы кірер еді. Рысқұловтың қабағы түйілде қалды. Картада Қазақстанның жартысынан көбі жоқ. Бөліп алда билей бір деген патша саясатының залымдығын жаңа сезіп тұрғандай, кенет тісі ауырған адамдай бет әлпеті өзгерді. Жер бетінде қазақ деген халық бар. Оның ғасырлар бойы жаумен жанталасып жүріп мекендеген жері бар. Ал патша келеді де сол қазақтың жерін
бөліп Арқа мен Алтай жағын Степной край деп Омск губернаторының бағындырады. Батыс бөлігін Орынбор әкімшілігіне қаратады. Ал сыр бойы мен оңтүстік Жетісу қазақтарын Түркістан генерал-губернаторлығына қосады. Бөліп ал да билей бер. Рысқұлов картадан бармақтай ғана жерді алып жатқан қырғыз еліне қарап ызалана мырс етті. Патша Қырғыз Алатауының теріскейінде жатқан қырғыздарды Жетісу оязы мен Әулие-ата оязына бағындырады деп күнгей қырғыздары ферғанаға жыға салды. Ал Түркістанның қақ ортасында Бұхара мен Хиуа хандықтарын тәуелсіз мемлекеттер етіп қойды. Сөйтіп біртұтас өзбек те жоқ, бәрі бөлек-бөлек, бөліп ал да билей бер. Ол залым сөйлемнің төркіні ағылшындардан шыққан. Rule and divide, отаршылдықтың жілік майын жұтқан ағылшындардан осы сөзді орыс патшасы да қағып алып, раздели и властвуй деп қағидаға айналдырады. Бөліп ал да билей бер. Рысқұлов алақаны мен Әулие-ата тұсын сипалап қойды. Құлағына Дәуіт шалдың айқайы келді. Талас бойына қол ұшыңды бер деп еді күні кеше. Әулие-атаны совет үкіметіне орналасқан бір жылға жетер-жетпес сол Әулие-атаны басқарады. Бір жылға жетпесе де 100 жылға бергісіз. Қуанышы, қасіреті аралас, қасіреті басым шығар. Аштықпен арпалыс, сол әскерлермен арпалыс, меньшевиктермен, жергілікті бай, саудагерлермен дамылсыз айқас. Кулактар көтерілісі, кулактармен арпалыс. Қасиетті Әулие-ата күні кеше оның бір түкпірінен топырақ болып томпайып жатқан Рысқұлмен қоштасты. Көке, оян, өмір бойы әділет үшін жанталасып өтіп едің. Әділетті болуға ант етемін деп әкесінің қабірі басында. Ал енді әділетті болып жүр. Түркістанның астанасы Ташкенттің қақ төрі алдында карта. Жаңа өкімет бұған ауыр міндет жүктейді. Бүкіл Түркістанды аштықтан сақта дейді. Аштық жайлаған, азап жайлаған Түркістанның қай пұшпағына жедел жету керек. Талас десе ферғана қалып барады. Үкімет басшыларымен таласып тармасап жүріп алып, аз қаржыны ферғанаға берсең, сыр бойы ыңырсып тұр. Кулактардың қорлығынан әлі құтыла алмаған Жетісуды қайда қоясың? Түркістан үкіметінің басшылары бастапқы пәрмен бойынша мұны денсаулық сақтау министрі комиссар етіп тағайындады. Кешегі зар заманда бұл жетім жүрегін сүрелеп жанталасып жүріп алған білімі әуелі орман тоғай мамандығы, одан кейін мұғалімдік еді, әсте дәрігер емес. Ағаштың, тал, дарақтың, бау-бақшаның ауруын емдей алар, ал адамды емдеуді оқымаған, бірақ денсаулық сақтау комиссары. Егер Түркістан үкіметі денсаулық сақтау комиссарлығына өзіне тікелей мамандығы жоқ адамды қойса, есіл Түркістанда дәрігерлері қайдан болсын? Бар болса, 1000-ға біреу табылар мекен. Аз күннен кейін Рысқұлов түркцигтің мәжілісінде сөз сөйлеп, қазіргі таңдағы басты опат аштық деді. Оны жоймай ешқандай денсаулық сақталмақ емес. Мені денсаулық сақтау комиссары міндетінен босатыңыздар. Аштықпен күрес комиссариатын құрыңыздар. Оның комиссар етіп мені тағайындаңыздар деді. Басшылар ойланып қалды. Денсаулық сақтау комиссариаты қай заманда да бола бермек. Аштықпен күрес комиссариаты тоқшылық келген күні керек болмай қалады. Мына жігіт әріден ойламай ма? Қалай дегендер де болды, бірақ ұсынысын қабылдады.
қомақты қара столдың бір шетінде күрке тауықтай қарбиған телефон шар ете қалды. Рысқұлов карта алдынан бұрылып трубаға қол созды. Тыңдап тұрған Рысқұлов ар жақтан ентіккен дауыс орысшалап: «Жолдас Рысқұлов, сізді Оспанов шұғыл мәжіліске шақырады», деді. Рысқұлов қасын кере таңданып, сәл кідіріп барып: «Қайда?» деді. Ар жақтағы дауыс бұл жолы өктемірек естілді. «Соғыс комиссары Оспанов гарнизонға шақырады. Тез басқа комиссарлар күтіп отыр. Шұғыл жағдай». Қазір Рысқұлов ірі сектің жілігіндей трубканы салмақтап тұрды да ұясына қондырып, одан қолын айырмаған қалпы қалшиып тұрып қалды. Мұнысы несі? Түркцектің председателі Ватанчинец шақырса бір сәрі, Совнарком председателі Фильгельский шақырса бір сәрі, ал комиссар өзіне бұйырып шақыра ма екен? Көңіліне күдік кірді. Сан сапалақ ойлар жан-жағынан қамалап келіп қалды. Әлде Каспий маңында қатты өзгеріс болып, жау Ташкентке таяп қалды ма? Орынбор майданының шебі бұзылып, Ташкентке төніп келетін реті жоқ. Жетісу майданында, жер түбінде, әлде ферғана басшылары басып кірді ме? Ташкентке түнде тұңғыш рет жалаңқат жұқалаң қар жауып, арты қалың тұманға айналған. Кабинет іші күңгірт тартқан соң шамдар жағылған. Рысқұлов жез қоңырауды сылдырлатқан заматта қара қайыстай қапталған ауыр есік салмақпен ашылып, ар жақтан ашаң жүзді ақ сары жігіт гимнастеркасын етегін тартқылай, белдігін түзей түсіп кіріп келді. Рысқұловтың тапсырмасын үнсіз тосып тұрып қалды. «Маған Вотинцевті жалғастыр». «Қоп болады, Тұрар ака». Жігіт жалп бұрылып шығып кетті. Қаптама қара есік сабыр сақтап салмақпен қайта жабылды. Опыр-ай, опыр-топыр ойлар қайта оралды. Осы Оспанов дегенді суқаны сүймейтін несі? Соғыс комиссары мен күдіктенетіндей ол сатқын болатын болса, бүкіл қарулы күш соның қолында. Лезде талқанымызды шығарады-ау. Қой, олай емес. Вотинцев оны комиссарлыққа танымай тағайындаған жоқ қой. Осиповтың ұдайы лепіре сөйлейтіні құлағына келді. Құрметті оқырман, осы оқиғаның жалғасын тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп, лүпіл басып кетулеріңізді сұранамын. Пікір қалдыруды ұмытпағайсыздар. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.